Сәлем достар, бүгін біз сіздермен өте керемет жұмсақ болып пісетін кекстің рецептімен бөлісетін боламыз. Ең алдымен каналға жазылып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бізге қажетті заттар 2 жұмыртқа. Жұмыртқаның үстінен осылай қантымызды салып алып, жақсылап араластыратын боламыз. Мен бұл кекске жаңғақпен және мейіз қосуды жөн көрдім. Өте дәмді әрі пайдалы болып шығады. Қалауларыңызға қарай кез келген осындай жемістерді қолдансаңыздар болады. Жақсылап араластырып алатын боламыз осылай. Және де енді осы көпіршіген соң қалған ингредиенттерімізді қоса бастаймыз. Кішкене айран құямыз. Араластырып отыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде жасап жатсаңыздар, комментарийға қалдырсаңыздар болады. Немесе сіздер қалай жасайсыздар, соны да жазып өтсеңіздер, пайдалы ақпарат болар еді. Осылай үстінен сұйық майымызды құйып, тағы да кішкене араластырып алатын боламыз. Және де осындай ас содасын қосатын боламыз. Ұнымызды міндетті түрде осылай өткізіп саламыз, себебі қажетті заттарын алып қалатын болады. Және де осылай біртекті қоспай етіп массамызды әзірлейтін боламыз. Мінекей бізде осындай масса дайын болды. Өте әдемі болып шықты, өздеріңіз көріп тұрғандай. Және де осы массамызға жаңғағымызбен кептірілген мейізімізді салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып, пісіруге дайындаймыз. Сіздер қалаған жемістеріңізді қоссаңыздар болады. Бізде соңғы этап қалды. Ол жақта, яғни мен осындай формаларға пісіретін боламын. Сіздерде бар болса пісірсеңіздер болады. Немесе табаға да салып пісіре берсеңіздер болады. Барлығын осылай толтырмай құйып аламыз. Себебі кексіміз көтерілген кезде тасып кетуі мүмкін. Және де бізде нәтижесінде осындай керемет кекстер шықты. Міндетті түрде жасап көріңіз. Дүкендегіден дәмді өте. Және құрамы таза, өзіміз білетін.